Assalamu alaikum, ардакты мусулмандар. Кезекті жұмысымыз, кезекті видео. Көлік жай қақпасы, яғни гаражға ворота жасағымыз келіп отыр. Алдымен рамканы құрастырып дайындап аламыз. Рамкасы 63 мм болатын угольник, қалыңдығы 4-5 мм. Керекті размерді қойып дәнекерлеп аламыз. Оны екі тұсынан сваркіледік. Мына беті және де мына шетінен. Дәл осылай рамкасын құрастырамыз. Енді ішінің жалпы есіктің ашылып жабылатын рамкасын дайындаймыз. Ішкі рамкасын құрастырып жатырмыз. Әуелі сыртқы рамкасын теріс айналдырып приходтап дәнекерлеп алып, кері айналдырдық та, енді ішкі рамкаларын өзіне қойып дәнекерлеп жатырмыз. Алдын ала ішкі рамкасын бөлек төртбұрыштілеп алмаймыз да, бір шетін топсаны ұстатып аламыз. Осындай тәсілмен, сосын ортасын стрүпсен қысып, угольникке приходтап, енді осының араларын жалғаймыз. Екі шетке ашылатын осындай қақпа. Воротамыздың жұмыстарын жасап жатырмыз. Ішкі рамкасын толық құрастырып болдық. Бір ерекшелігі осы воротада өзінде бөлекше калиткасы бар. Оның да топсаларын дәнекерлеп, замоктың орнын кесіп дайындап қойдық. Енді темір листерімізді размерлеріне қарай кесіп, орындарына қойып, приходқа ұстатамыз. Воротның листерін жапсырып жатырмыз. Листерді өз орындарына қойып, беткі жағынан ішкі рамкаға приходтап аламыз. Әр жерінен осындай. Сол листі қойып, төбесінен заклепка арқылы ішкі рамкаға приходтаймыз. Сосын листі ашып, мынандай түрегелдік қойып, рогаш арқылы листі қысып, рамкаға дәнекерлейміз. Осындай жүйемен листі рамкаға бекітеміз. Енді лисін приходтап әбден, сосын ілгіштерін жасаймыз. Замок ұстағыштарын қоямыз. Сондай кішігірім шаруаларын түсіретін боламыз, иншалла. Воротны істеп бітірдік. Өзінің ішкі угольнигін тасқа бекітіп, осындай түрде құрастырылды. Есігі өзінде де ұтқанынан да. Өзінде есік бар, замогымен. Сондай қақпа пайда болды. Енді кіріспейміз.